Құрметті Төле би ауданының тұрғындары, қадірлі жерлестер. Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен еліміздің барлық аймақтарында таза Қазақстан экологиялық акциясы жүріп жатыр. Төле би ауданында осы жылдың 3 айында 73 рет сенбілік өткізілді. 980 тонна күл-қоқыс тазартылды. Одан бөлек 98 километр арықтар тазартылды, 77 километр каналдар тазартылды. 40 мыңға жуық ағаш көшеттері егілді. Бірақ өкінішке орай ауданның аумағында күл-қоқыс азаяр емес. Осыған байланысты мен барлық аудан тұрғындарына, әсіресе біздің Төле би ауданына туристік аймаққа келетін барлық демалушыларға өзімнің өтінішімді, үндеуімді айтайын дегенім, біздің ата-бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен бізге аманат етіп қалдырған қасиетті жерімізді күл-қоқысқа толтырмайық. Біздің жер анамызды қорламайық. Біз осы өзіміздің туып өскен жерімізді таза ұстап, үлкен мәдениетімізді көрсетуге шақырамын.